Алдар көсі мен молда. Бір молдадан ел азар болады. Оның емінен талай адам жынды болып, талай адам өледі. Күндерде бір күні алдар көзі сол молдадан елдің өшін алу үшін әйеліне: «Қатын, мен молданы қонаққа шақырып келермін. Молда келісімен шай, қант, қатын дермін. Сен төсектен қозғалмай жата бер. Екінші рет айтармын, онда да тұрма. Мен сені пышақпен бауыздармын. Сен тауықтың қанын толтырып, қуықты тамағының астына байлап жат. Мен содан соң: молдеке, әйелім өліп кетті, оқуыңды оқы дермін. Молда бірдем оқыса тірілме. Содан соң мен өзім келіп, құлағыңа түтікпен сыбырлармын. Қатты ұйықтап кеткен екенмін деп, сен сонда ұшып тұр» дейді. Сөйтіп көсе түтігін жанына салып, молланы үйіне шақырып келеді. Әйеліне: «Бәйбіше, тұр, қонақ келді, ас әзірле, шай, қант, ет ас» дейді. Әйелі жауап қайырмай жата береді. Алдар көсі екінші рет қайталап айтады. Әйелі тыңдамастан жата береді. Алдар көсі қатты ашуланып, пышақпен әйелін бауыздап жібереді. Әйелі тамағынан қан ағып, табанды өледі. Алдар көсі молдаға қарап жыламсырап: «Молдеке, ашу үстінде әйелімді өлтіріп алдым. Бірдем оқып тірілтіп бермейсіз бе?» дейді. Молда құнжыңдап кітабын ашып жіберіп, әрі оқиды, бері оқиды, бірақ әйел тірілмейді. Молда жаны шығып жұмаққа кетіп қалған екен. Енді тірілдеу қиын, жаназасын шығарайын, тез жерлеу керек дейді. Көсе қатты күйінген кісі болып, жанынан түтігін алып жіберіп, әйелінің бетіне үшкірген болады. Әйелі табанда тіріліп, ұшып тұрып: «Қатты ұйықтап кеткенмін-ау» деп, көзін ашып, жан-жағына қаранады. Молданың зәресі ұшып, түсі өзгеріп кетеді. Әйел тұрып, үй ішін ретке келтіреді, тамақ әзірлеп, молданы күтеді. Молда кетерде: «Көсеге, сіз не алсаңыз да мына түтіңізді маған сатыңыз» дейді. Көсе күлімдеп: «Бұның өзі өте қымбат зат қой, бірақ сұрап қалдыңыз. Болмас, жұдырықтай алтынға берейін» дейді. Молда: «Жарай, дегеніңіз болсын» деп, алдар көсе молдаға еріп барып, алтын алып қайтады. Күндерде бір күні молда елге бұл түтігінің қасиетін, өзінің кереметін көрсетпек болып, әйеліне: «Мен ханды қонаққа шақырып келейін. Хан үйге келген соң саған ас әзірле дермін. Сен қозғалмастан төсегіңде жата бер. Мен сені пышақпен шалып жіберемін. Сен оған қорықпа. Мына қасиетті кісі тірілткіш түтікпен тірілтіп аламын. Сөйтіп ханға кереметімді көрсетіп, бір мол сыйлық алайық» дейді. Әйелі шошып кетіп: «Ойпырмай, өліп кетем ғой» дейді. Молда өзі өріп: «Мен өтірік айтам ба? Мына түтікпен тірілтіп алам деп отырмын ғой» дейді, түсін суытып. Әйелі шарасыз көнеді. Молда ханды шақырып, хан үйге келіп отырған соң, молда әйеліне: «Бәйбіше, үйге хан келді, қазан ас» дейді. Әйелі тұра қоймайды. Молда қорбаңдап ашуланған болып, өткір пышақпен әйелін бауыздап тастайды. Артынан ашуы басылған соң, түтікпен әйелінің бетіне олай түкіреді, бұлай түкіреді, бірақ өліп қалған әйелі тірілмейді. Жазықсыз әйелін өлтіріп, және өзін алдаған үшін хан жендеттеріне: «Молданы өлтіріңдер» деп бұйырады. Жендеттер молданың өзін бауыздап өлтіреді.